Саламаттар ма достар, бүгінгі дайындайтын тағамыз күлше нан. Оған бізге жылы сүт керек, жылы су керек, тұз, шекер, аштықы, бетіне жағатын жұмыртқа керек, үстіне кунжутный мак керек, ұн керек, маргарин, сливочный сары май керек. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Суымыз да жылы болу керек. Міне. Тұз, шекер, аштығымызды салдық. Енді жақсылап араластырамыз. Сосын міне дайындап қойған, ертіп қойған маргарин, сливочный сары май керек. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Қанша салу керек екен бәрін құрамын видеоның астына жазып жіберемін. Қатты баспаймыз, жұмсақ болу керек. Еттің нанына салғандай жасап баспаймыз, илемейміз, жұмсақ қылып илейміз, мұны қатты қылмаймыз. Енді мынандай тез көтерілетін ыдысқа саламыз. Болмаса комнатный температураға 1 сағат, 1 сағат жарымға ашытып қойып аламыз. Міне тестіміз жақсы көтерілді. Бір лепешка 120-130 граммнан осылай өлшейміз. Бірақ весеңіз болмаса, оны міндетті емес, оны весеға салып өлшеу. Мен сіздерге бәрі әдемі шықсын деп весеға салып өлшеп жатырмын. Енді осылай қоямыз. Мынандай болып шықты. Құттай 15 минутқа бетін жауып, жеңіл жұқа орамалмен бетін жауып қоя тұрамыз. Содан кейін барып, форма жасап, тағы да бір 10 минутқа қоямыз да, сосын духовкамызға пісіріп аламыз. 15 минутымыз тұрды. Енді міне былай қыламыз. Мен қолмен істеймін. Міне ортасын ойып, бәрін форманы жасап алдық. Енді қайтадан бір духовкамыз қызғанша қоя тұрамыз да, духовкамыз 160 градус 20 минутқа пісіріп аламыз. Үстіне жұмыртқасын жағып, кунжутный макпен сеуіп, әдемілеп, сосын духовкаға саламыз. Бір 10 минут тұрды. Енді жұмыртқамызды жағамыз. Жылтырап, әп-әдемі болып піседі қазір бұйыртса. Енді міне духовкаға саламыз. Мен тағы да айтып кетейін, 160 градусқа 20 минутқа саламыз.
20 минутта дайын болды. Міне біздің әдемі күлшеміз дайын болды. Қараңыздаршы қандай керемет. Менен сіздерге осындай әдемі рецепттер, сіздерден маған лайк. Көп рахмет менімен бірге болғандарыңызға.